Сәлем достар, сәлем көрермендер. Android телефондардағы жарнамалардан қалай құтылуға болады? Немесе оны ең болмағанда қалай азайтуға болады? Оның бір жолы бар, негізінен бұны TikTok'тан көргенмін. Ол үшін сіздер настройкаға, параметрлерге кіресіздер. Онда поискқа DNS деп жазасыздар. Орысша көбінде енді орысша тұр. Жеке DNS, личный DNS деген, соны басасыздар, жеке DNS. Осы жерде сіздерде ештеңе болмайды, негізінде өшіріліп тұрады. Мұнда жеке DNS провайдерінің хост атауы дегенге мынандай сөзді жазасыздар. dns.adgord.com деп жазасыздар. Осыдан кейін сізде жарнама аз болады. Көп шықпайды. Шығады, Chrome браузеріне кірген кезде шығады, ал былай шықпайтын болады. Егер осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып, жазылып кетіңіз. Және де достарыңызға жіберіңіз. Рахмет.